Сәлем достар, бүгін жаңа жылдық немеге распаковка чек жасайық, сыйлықтарға балалардың сыйлығы. Міне мына осындай панда, осындай құлағы мынандай неме қазіргі модада екен, балалардың бәрі алып жатыр. Бет капюшон шешіледі. Вообще күшті істеп қойған, әдемі, бірақ өзі қорқынышты ма түрі. Соңы міне мынандай неме шығыпты. Қазақша екен, жақсы екен. Осылайынан аяттар жазылған. Қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша, желтоқсан. Мынандай өзінің кнопкасы болады екен, мынандай кнопка міне. Мынандай. Мынау әрбір неге айларға, қай айда қандай не болады, мысалға міне қаңтар, ақпан, желтоқсан, қаңтар, ақпан, қыс айлары, қыс айларына мысалға мына жерде қысты белгілейді былайынан. Мына жерде қыста қандай нелер болады, ауа райылар болады, соған қар, жаңбыр аралас, қар аралас, жаңбыр жауады деген сияқты міне істеуге болады екен. Содан кейін міне дүйсенбі бүгін қандай күн десек, мысалға жексенбі деке, жексенбіге салдық. Жексенбінің бүгін қандай күндер бар? Міне бір айда 31 күн, міне жексенбінің 31-і бүгін. Жексенбі 31-і. Солай істеуге болады екен. Және міне сағат, минутымен, мына жерде секундымен бәрі істелген. Өте ыңғайлы балаларға зерде деген. Өте жақсы екен. Осы бізге ұнады, балаларыма да өте қатты ұнады. Сабаққа жақсы екен. Жаттап алуға да болады, өстіп балаларға осымен. Өте жақсы ұнады. Енді келесі бізде осындай блокнот. Блокнот тағы осындай блокнот енді өте әдемі екен. Бұл блокнот маған өзіме де ұнады. Былай ашасың, сразу мынандай неме болады. Карандаштар, міне мына жерде жылтыры бар екен, міне мынаның өзінің теңге арналған щеткасы бар екен, міне мыналарға. Содан клейі бар екен, мына клейі бар, міне щеткасы бар. Мынау өзінің арнайы нелері, акварельдері. И мына жерде ұштағышы бар, міне ұштағышы мынаға сақ қояқ, міне. И мынандай өзінде арнайы бабочка болады екен. И мына жерінде мынандай нелер бар. Қыздардың әр түрлі Барбидің суреті бар. Сораға бояйды. Мысалға мына клейді алады да, мынаға жағады. Жағады да, мынаны алады да, мынаға себет, сөйтіп жағылып қалады. Мына бабочканы былайна бастарына и клеймен басына мынаға тағуға болады, не мысалға мынаға. Осылайынан мына бояйды, өстіп тағып қояды. Сонда әдемі болады. Осылайынан не істеуге болады. И міне мынаға да болады екен. Не? И мынаны клеймен жабысырып қояды. Бүйтіп. Қандай күшті көрінеді. Балалардың әртүрлі түсті тануға және ойларын, моторика жағынан бұл өте әдемі екен, бұл блокнот. Өзіме ұнады, содан мен балаларыма да осылай алдым. И келесі міне бізде бұрын бұндай болған, осыдан 2 жыл бұрын ба, 3 жыл бұрын ба, бұның қазір мынандай несін сыртын ағаш түрінде істеп қойыпты. Бұл бұрындары мынандай неде болатын, пластикте болатын сырты, ол жыртылып қала беретін қалды. Ал мынау кәдімгі қазір осындай неме шымадан сияқты, міне былайынан бүйтіп ашасың міне мына жерін. И болды, мынаның іші деген мынандай нелерге толы. Мынандай карандаштар бар, мынарада барлық түс белгіленген. Мына акварелі бар, мына жерде ұштағышы бар, карандаштар бар, мынаны ұштайды. И мынандай өзінің арнайы щеткасы болады мен мынаған. Бұлар енді жуса кетіп қалады. Жақсы, өте сапасы да жақсы. Міне мынандай бояу карандаштары да бар, мына жерде фломастерлар да бар, барлық түстер. И мынандай кішкентай фломастерлар да бар екен. И мынандай өшіргіш тоже клейі, и сонымен мынандай нелері бар, скрипкалары бар. Барлық түстер бар. Өте әдемі, мынау жаңадан бастаған қыздарға мысалға мынандай сурет салғанға, сондайға арналған. Өте керемет істелген, әдемі істелген, күшті енді. Маған өзіме ұнады, балаларыма да ұнады мынау. Өте жақсы. 18 предмет екен ішінде, 18 предмет.